Мегаполиске жұмыс сапармен келген Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі, президент әкімшілігінің өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі Аида Балаева қаладағы бірінші жұмыс күнінде 80-ге жуық азаматты жеке мәселелері бойынша қабылдап, шаһарда қордаланған мәселелер көп екеніне көз жеткізіпті. Тұрғындарының әлеуметтік өмірін кеңінен тану үшін екінші күні қалалық қоғамдық кеңес мүшелерімен кездесіп пікір алмасты. Олармен қоғамдық институттардың жұмысын жетілдіру, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын бақылауды күшейту төңірегінде ой бөлісті. Адамдарды қабылдаудағы менің жалпы 80 адамның, әр адамның мәселесін саралай келе, ол бір жүйелі бір проблемалардың басын ашады ғой. Ең бірінші білімнің сапасы. Білім сапалы болмай, қоғам өзгермейді. Екінші, сол білім әлеуметтік саладағы жемқорлық мәселесі. Әр екінші келген азамат, бізде ақша бермесең жұмысқа тұрмайсың, бізде жаңағы мектепте еден жуу үшін де ақша беру керек деген әңгімелерді айтты. Менің ойымша бұл өте үлкен қауіп. Бір топ мүгедек азаматтар келді. Енді анау біріншіден менің тізімге жазылмай қалған екен, бірақ тізімнен тыс оларды қабылдадым. Бірақ сол жарты сағат сөйлескеннің ішінде жаңағы адамдардың жан айқайы. Енді медицина саласында барасың дейді. Енді ұятта осы айтайын, дәрет сындыратын мүмкіндік жоқ дейді. Сол салада бізде әлі ауыз толтырып айтарлықтай ешқандай жетістіктер жоқ. Сондықтан қоғам мынау кеңес мүшелеріне сол мәселеге бірге сондай азаматтармен атсалысып осы. Жиын барысында Мұхтар Әуезов атындағы оқымудың ректоры Дария Қожамжарова, Орыс драма театрының басшысы Игорь Вербицкий, қалалық кәсіпкерлер палатасының директоры Нұрлан Қабыштаев пен Жансбек Өтеген сөз алып, президент көмекшісіне өз ұсыныстарын жеткізді. Атап айтқанда, Игорь Вербицкий мәдениет пен білімнің арасы алшақтап кеткенін және мәдениет қызметкерлерінің жұмысы жарнамаланбайтынына қынжылыс білдірді. Ал Жансбек Өтеген көше атауларына әлі де көңілі толмайтынын айтып, трансұлттық қылмыстық топқа қатысу және адам органдарын заңсыз алу баптары бойынша қылмыстық іс қозғалып, уақытша ұстау изоляторына қамалған нөмір 1 қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігері Абылай Донбайды ақтауға жәрдемдесуді сұрады. Мына бірінші больницада Абылай Донбай деген азамат не қылды? Қылмыстық іс қозғаған ба, сондай болды. Бірақ ол азамат жақсы азамат, маман. Енді соларда күніге бір адамның өмірін сақтайды. Біз жаңа суға түспеді, біреуді құтқарса, біреуді өрттен құтқарып қалса, дұрыс, медал беріп жатамыз. Олар күніге бірінші адамды өмірден құтқарады. Осындай адамды ақтап алып, соны жұмысына өзін істетсе, басшы болмай қойсын, өзінің мамандығымен істесе, елге халыққа пайдасы көп болар. Бізде қазір сұр импорт дейді, серый импорт, контрафактный өте үлкен экономикамызда бір тауарлардың заттары бізде бар. Бұл әрине шағын орта бизнеске қатты әсер етеді. Біздің белгілі бір құралдар бізді шектейді. Дегенмен де ұлттық деңгейде біз өзімізді қорғауға мүмкіндік бар. Ол сертификациялық лабораториялар жасау, ода басқа да тарифтік емес құралдарды қолдану. Соны бір назар аударып, сізді бір ескерту мәселесін мәлімет ретінде беру үшін бизнестің атынан осындай жасап, кішігірім талдау жасап беріп жатырмыз. Аида Ғалымқызы барлық ұсыныс-тілектерді қағазға түртіп, оларды міндетті түрде президентке беретін қызметтік хатына енгізетініне сендірді. Ботагөз Әбжәлел, Ержан Сейдазимов, Нұрлан Бексаидов, Нарньюс.